компания, халықаралық компания. Ашылғанына 3 жыл болды. Кім біледі? Білмейді ма? Айтыңызшы, жамағат жалпы осы жерде қонақтар бар ма? Енді бірінші рет келіп отыр. Дәміз ойланыңыз көрейік. Машалла, бұл қандай керемет иә? Құттықтығысының қайырлы жерге, ең керемет жерге елдерге жақсылық жасай отырып, өзімізге де жақсылық жасауға келіп отырмыз деп құтты болсын деп сіздерге сүйіншілеймін. Ал енді рұқсат болса, біздің бүгінгі денсаулық күнін ашық деп жариялаймын. Ол денсаулық күніне өткізетін бізде 30 жыл өтілі бар мықты жоғары санаттағы дәрігерімізді ортаға шақырайық. Бейсенкүл ханымды. Компаниясында қызмет жасап, халыққа қызмет жасай отырып, алтын менеджерлік кәсібін тартқан мықты лидеріміз. Менің атым Жұмабек Бейсенкүл. Мен 1992 жылы Қарағандылық медициналық институтты бітірдім. Сол уақыттан бері осы қызылордада жұмыс атқарып жатырмын. Облыстық медициналық орталықта 30 жыл стажым бар. Терапевт высшей категории и тестовый здоровье. Докторлық жұмыс істесем, ең соңғы 25 жыл мен осындай өнімдермен айналыстым. Өйткені шөптен жасаған өнімдер қабылданған кезде действительно ем болады. Лечение травм помогает лучше, чем лекарства. Но только травмы надо лечиться долго. Енді біздің компания келетін болсақ, компанияның бәрін білесіздер ғой, бірақ бүгін келген кісілерге айтып кетейін. Біздің компанияның президенті Арман Тоқбаев деген баламыз жасы 30-да 2021 жылы 30-ға толды. 30-ға толар алдында бір ай болып ол книга Forbes'қа, журнал Forbes'қа енгізді. Атын 30 деген. Forbes'қа просто так любой отклик замайда, любой именно не включает в эту книгу. В эту книгу включают людей, которые сделали что-то такое значимое не только для своей страны, но и для всего мира. Мақсат өзін алдына қойып, 30 жасқа толамын дегенше, сол сақтайын өткізген баламыз Қазақстан. Бұл кісі енді өзінің бизнесін 7-ші класстан бастап бастайды. Компьютермен айналысады. Сөйтіп біздің Мэрин Хилстің компанияға келем дегенше, бұл кісінің өзінің жалпы бизнесі бар. Айтайын дегенім, бұл бала ақшаға мұқтаж емес. Өзінің миллиондарға тұратын бизнестер бар. Өзі осы өнімді ішіп, жақсы нәтиже алған, керемет нәтиже алған сосын бар. Бизнес не рождается сразу, бір какой-то не болу керек. И сосын ойлайтын, неге Қазақстанға осы өнімдерді әкелеміз деген Японияға бар, зерттейді. Осы өнімдерді шығарылған заводтан кездеседі и келісім шартқа отырады. Через Казахстан сетевой маркетинг арқылы осы өнімдерді тарталады дейді. Компания 28 наурыз 2019 жылы жұмысын бастап жасады. Осы 3 жылдық болады. Компанияны ашқан кезде мақсаты только казахстанские компании емес, международные компании. Поэтому аты Мэрин Хилст Групп, қазақша емес, на английском, да? Мэрин Хилст Групп. Переводится она как «Здоровье от моря» или «Морское здоровье». И продукция у нас, бағасы теңгемен емес, доллармен.
Потому что келешегі мол, келешегі сондай международная компания была в нас. А международная это валюта, твердая валюта, это доллар, да, который все страны используют. Это компания айтып бойынша 25 жыл айтсам барлығын айналысам. Көп компания барлығын айналыстым, іштім. Айналысқан кезде бизнес жасау емес, лично для себя, для пользования. Были отличные результаты, но результаты как от этой продукции я еще не видела за свою деятельность, да, за все 25 лет. Выращиватель компании продукции это мировой бестселлер, это витамин А++, на его продукции, мировой бестселлер. Некоторые компании, любой ужин это очищение, восстановление питания. Басқа компаниялар вместе выдают, этот сам естіміңіздер, оқыңыздар, іштіңіздер, иә? Ал мен сізге бір-екі продукция береді, мынаумен очищение жасау дейді. Сосын тағы да екі продукция береді, мынаумен восстановление жасау дейді, тағы да екі продукция береді, ал енді питание болады. Очищение дегеніміз, көбісі ойлайды, что очищение кишечника там. Ой, клизма жасап, очищение жасаем, мочегонный очищение. Это не очищение. Очищение нашего организма – это когда мы очищаемся от паразитов. Бізде қазір ағзамызда көптеген вирус, грибок, паразит деген микробтар толған. От этого никто не застрелен. Любой адам, любой жерде тамақ жейді, любой огурца, помидорымызда, там, петрушка, укроптарымызды таза ыстық сумен, қайнаған сумен шайнасақ, любой адам паразит ағзасына енгізіп алуы оңай. Любой адамда қазір таңда ол бар, особенно қазір вирус деген нелер көп. Ал енді біздің өнімге келетін болсақ, витамин А, это морская галатурия, или морской огурец. Ол енді широкий антибиотик, широкого спектра действия. Бізде медицинада енді жаңа айтып кеттім ғой, не бар? Микроб бар, сосын вирус бар, микробты біз, например, цифазолин, антицилин деген антибиотиктер бердіңіз. Вирусты біз противирусныймен емдейміз, это анаферон, триферон деген препараттармен, сосын грибок деген инфекция бар, грибоктың противогрибковый антибиотик, это флуконазол, нистатин деген, қазір стоит нелер көп. Содан кейін бізде паразиттар бар. Құрттарды басқа антибиотиктерді дейміз, модел деген антибиотиктер. Ну, енді вот витамин А – это один антибиотик, который убивает и вирусы, и грибки, и паразиты, и микробы. Также витамин А сердечный глюкозид содержится, сердечный глюкозид несет от слова сердечный, жүрекке күш береді, жүрекке энергия береді. Бұны азанда ішкен адам шаршамайды, кешке жұмысына. Также тағы қандай функциясы бар? Нормализует половые гормоны, восстанавливает половые гормоны. Это очень хорошо помогает нашим женщинам, когда лечение бесплодия, лечение миомы, мастопатии, кисти яичника. Также повышает потенцию мужскую, повышает, нормализует гормональный баланс. Рано заживляет, очищает, восстанавливает, улучшает микроциркуляцию и снижает давление и нормализует самочувствие. Видите, как один продукт, а сколько у него действий. Его могут принимать буквально все, кроме беременных, кормящих женщин и детей до 3 лет нельзя. Я японская, мне хат сидит, я до сих пор поражаюсь удивляться. Ол обязательно витамин В-мен қабылдау керек. Не істейді витамин В? Витамин В біз тамырларымыздың ішінде жатыр. 25 жастан асқаннан кейін бізді Құдай солай жаратты. Любой адамның, ол еркек тамырларымыз қалындайды. Атеросклероз, оның аты атеросклероз. Сосуд утолщается, значит, эластичность, ол бұрынғыдай созылып жиыламайды.
қата береді, жеме постепенно, оны адам сезбейді. Сосын барып біз майлы тамақ көп жейміз ғой, иә? Қаз қата жақсы көреміз, иә, май жақсы көреміз. Сосын барып күннің бір күні бауырымыз сол майлы тамақтан қанды тазартуға шаршайды да, и май сосын қанның құрамында кетіп қалатын шаман кіреді. Қанның ішінде, тамырлардың ішінде май қақ болып кетіп қалады. Оның аты холестериновый бляшка. Все, наверное, слышали. Липитамарин Б, сол холестериновый бляшкаларды ертіп тамырларымызға қалыпқа келіп кетеді. Қандай нам дейміз ғой, қандай нам тамыр. Қой адам асқаннан қан қосылғаннан именно клетка питаниені кішкентай капиллярдан алады. Капиллярға барған кезде қой қан уже үйіп қалады. Значит, клетканың ішіне кірмейді деген нәрсе. Если мына витамин А мен Б-ні ішетін болсақ, витамин Б қанымызды, тамырларымызды ашады, қандай нам жақсартады, капиллярды ашады, мына витамин А сол капиллярмен клетканы. Бұл жағдайда Павлодар. Классно. Алихан. Организм усваивает на 45-50%. Қалған нәрсе уже жойылады. Ал енді БАДылар шығарған кезде, осындай өнімдер шығарған кезде, докторлар, биологи, химики, такой формулы, чтобы именно 100%, если не 100%, 80-90% усваивалось организм. Клетканың ішіне 90% осы нәрсе енгізіледі. Формуланы солай шығарады. Енді келесі біздің продукция Застера мен Карадель. Застер это тоже бестселлер, я. Ол Застера Джапоника деген балырдан жасалынады. Ол только экологически таза аумақта өседі, я. Бұл не істейді? Біздің қанымызды соли тяжелый металл тазартады. Грубо говоря, радиациядан тазартады қанымызды. Соли тяжелый металл қайдан аламыз біз? Біз металл жемейміз ғой, я. Бірақ біз оны жейміз. Немен жейміз? Біздің күнделікті жеп жатқан картошка, пияз, огурцы, помидоры, капуста, морковка, оның бәрі немен өсіреді сельскохозяйственный производитель. Удобрение носит. Сол удобрение құрамында вот эти соли тяжелых металлов. Бізде компанияда аппарат бар, французский аппарат, все это самое зерттеледі, я. Недавно мен бір баланы қарадым, жасы нешеде 14 ма, 15 ма, енді денесінде ақтақтар шығып кеткен, телевизор. Сол баланың қанның құрамында свинец в большом количестве. Свинец кушал, қорғасын жегенсіз бар. Вот в большом количестве свинец. И триптофан мам. Вот, пожалуйста, то, что это наши продукты, то, что мы кушаем. Мы кушаем вот эти соли тяжелых металлов. После Застера соли тазартады. А ол соли тяжелых металлов это все приводит к образованию раковых клеток. Свободные радикалы дегеніміз, это безраковые клетки дегеніміз. Мына Застера содан тазартады организм. Сосын бұл бауырды тазартады, бауырды клеткалар жанартады, бұрынғы қалыпқа келтіреді. Бауырда қазір гепатит, цирроз печени деген диагноздар бар. Именно вирустарды, вирусный гепатиттің вирустарды. Плюс ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. И обладает слабительными. Это слабительное деген ой, мынаны іштеп, туалеттен шықпай қаламай деген жоқ. Жайменен, үлкен дәреті шыға алмайтын кісілерді жаймен шығартады, нормализует. Күніне бір рет это норма. Если кто-то 2 күн, 3 күн шықпай қалатын болса, значит, ол адам превенция өзінің қиынмен өзі отравление алғанша келгенсіз. Каратен плюс деген, каратен, мынадай морской мешкообразный животный, ол, например,
Витамин А и С вот это второй асцидия деген теңіз түбінде өте жатыр. Бұлар енді балдырда емес, балықта емес. Балдыр мен балықтың екі ортасында қалып бұл не істейді? Бұл тоже как витамин В сияқты тамырымызды тазартады, ашытады, каналын жасатады. Бірақ витамин В-ның айырмашылығы бұл именно бұл деген асцидиядан белгілерді кольцевая самая также будем правда витамин А, зрение, катаракты, глаукома, мягкие наборы, и так как она, видите, оранжевый, желтый цвет, здесь много железа. У кого железо дефицитно, анемия? Можно давать детям, отличные результаты. Все компании развивают продукты улучшения зрения перед каротамин, витамин, член свет, катаракта, глаукома, 100% результатов. Да, продукты, спирулина был балдер, спирулина деп ат қойған, оған түрі спираль как спираль форма. Бұл где-то суперфуд, это суперпитание. Фуд это питание, супер, да? Оның құрамында вся таблица Менделеева. Все макро- и микроэлементы, витамины. И плюс 70% здесь содержится белок. Белок арбузе. Арбузе, углен, шелуха, творог, султан. У нас спирулина жеп, шеп, чайна жеп, шеп, жеп, томат, и пишет. Анемия болмайды, асидит болмайды. Плюс еще антипаразитарных свойств обладает. Bunu ішкен кішкентай балдарымыз қазір шектер, аскариды нешетер. Там емдеп жақсы результат алады. Енді мұны любой адам қабылдауға болады. Жаңа туған нәрестеден бастап ең қабаттарға, емдеуге келіншектерге, үлкен кісілерге бәріне ішуге болады. Все можем понимать, как питание, как лечение. Қазіргі таңда осы продукцияны қабылдап, бізде көптеген біздің балдарымыз мүлдем ДЦП, аутизм, сосын шектер құқтар бар, сөйлемейтін балдардың бір осы продукцияның арқасында өте күшті нәтиже алып жатыр. Осындай дәл осындай бізде хлорелла деген өнім бар. Хлорелла ол круглая водоросль, ол да балдыр. Оның құрамында он еще еда для космонавтов. Құрамында 5% арбуз тұрады, белок 45, и остальное тоже вся таблица Менделеева. Но хлорелланың құрамында омега содержится больше, а спирулине больше содержится кальций. Хлорелла в первую очередь показатель, у кого менструальная хлорелла. Мен өзім хлорелламен гриппті, любой адам может заразиться гриппом, да? Грипп легко передается, а мен осы 2021 жылы 3 рет грипптен ауырдым, но одан мен бір күнде 2 рет ауырдым. Хлорелланы тоже все можно принимать. Кішкентай балдар қалай. Инсулинде де болады. Сосын бізде өте күшті өнім бар, йодин келп деген өнім. Это бурая водоросль. Это любой, например, водоросль балдырдан, балдыр, спирулина, хлорелла, застера, да, балдыр. Но это балдыр, именно йод больше всего содержится йодин келпте. Йодин келп бізге Қазақстанға бәрімізде қажет. Любой адамда зор теңіз қажет. Неге зор? Өйткені бізде йод жетіспеушілік. Біз теңіз өнімдерін почти жемейміз. Даже балық жейміз деп айтсаңыздар, балық аралдан акиместе, это көлдің балық. Көлдің суы басқа, теңіздің суы басқа.
именно витаминдер влияет, это теннис, су, тузды, а тузды су это вся таблица тузда. Просто тузмис не так поваренная соль, которую мы кладем. Даже не везде этот самый иодированная соль. Проходит месяц, идет в конце мучения, общее количество йода содержится. Там салат. Раз у каждого функция гипотиреоз, хронический срок и аутоиммунная гипотиреозивация, значит, соли йода нам не хватает. Йод 30% раньше очень ниже. Память снижается. Интеллект снижается. Физическая нагрузка немного. Поэтому нужен керек рядом, особенно нашим детям. Если детям будете давать йод, они будут у вас отлично храниться. И физически, и умственно. Всем беременным нужно принимать йод. Когда Николай Киричек йод чтебус, именно йоден кепка чте, балдар дамытылады. Именно туған балдар милары дамытылады. Аутизм, ДЦП сондай нәрсе болмайды. Сосын біз Киричектерімізде не көп, қазір фиброматозная мастопатия дейміз, кислая яичникова нельзя. Это все за счет недостаточности йода. У нас много результатов вот, витамин А и В, это очищение мощной йод, фиброматозной мастопатии и даже там, образование злокачественной первой, второй степени, да, молочной железы. Бір ай, 2 ай, 3 ай на продукцию қабылдағаннан 100% результаттар естелочек. И женское здоровье, программа женское здоровье тоже витамин А и В и йодин кислот. У нас много женщин, которые забеременели, родили, когда принимали вот эти препараты. Результаты будете. А и при беременности можно? При беременности можно только БА нельзя. Йодин кислот. Следующий продукт кардиомалин – это суперпродукция. Ее компания Merck от кардиомалин Аустер. Нецепленный аты натотиназа. Натотиназа диенез – это, я помню, есть такой продукт НАТО, да? Он есть хантусуитан. Везде медицина, да, не важно. Стрептокиназа диенез, дорогого. Раз бармен был повредитель, кардиолог не смог. Он только в системе 50 граммов надо еще. Когда жир алкоголь здесь, скоро шоколадом, скоро килет, именно кардио ребята, кардиограмм свой визит, инфаркт кости, именно с стрептокиназа, которая самая вызывается на волнах, уже может кардиограмма оказаться нормальной. Потому что эта стрептокиназа, она тромбтилет жирета и ханкутет. Там арман жарбай, этот самый тромбты жирет. Так вот это такой же продукт стрептокиназа. А то есть самое натрий бобовой культуры, я помню, это все трансюта, тромбтаблетин. Брать почему это бестселлер, потому что биохтак памуда натрий там баска, L-аргинин деген аминокислота. Это суперпродукт L-аргинин. L-аргинин омолаживает наш организм. Просто жалпак организм каждый клетка жасатады жанатады. Это вообще супер. Можно принимать. У кого варикоз на нижних конечностях, любой жерде варикоз болады, тамырларда. Жүйеге след, давлениесі бар, сахарный диабет, сахарный жоғары болғаннан кейін тамырлар атеросклероз быстрее происходит. Тамырлар теректен нестейді, қан аяқтар, қолдар сырқырайды, да, и вот это самое дело. Тамырлардың ішін ашып, тромбтарын ертіп, қан айналымды. Инфаркт алғаннан кейін, инсульт алғаннан кейін, но если инсульт геморрагический болады, это тяжелый, оларға болмайды. Если геморрагический инсульт алғаннан кейін, свежий инсульт болса, на препараты сер, қан сүйеларды и арбакарек нужно. А если ишемический инсульт, это нужно обязательно. Инфаркт, инсульт, давление, сахарный диабет, варикоз, кардиомиопатия. Так, здесь суперпрепаратов, артромалин деген препарат. Бұл да шөптен жасалынған. Бізде медицинада енді фотопротекторы деген дәрілер бар. Это терафлекс,
артра деген, бодра деген, иә. Олар не істейді? Олар любой буын, мына сүйек үстінде шеміршекпен қапталады ғой. Сол шеміршекті клеткалар бұрынғы қалыпқа келтіреді. Вот это антромолит то же самое. Он здесь три в одном здесь. Плюс бізде медицинада не бар? Буында тұз жиналады да, буын ішіндегі май азаяды дейді ғой, иә. Оған уколдар бар, буынның ішіне салатын уколдар бар. Один там одна ампула стоит 15-20 тысяч, да? Вот здесь и то же самое. Ол шеміршекті қалыпқа келтіреді, буынның ішіндегі майын орнына келтіреді, қандай алынса, пожалуйста. Любой артрит, любой остеохондроз, артроз, артрит, ревматоидный артрит, артрит, диабетик, если витамин А и В мен артромолитпен бірге ішсе, результат жақсы болады, быстрый результат. Можно принимать его отдельно тоже, но это будет процесс длительный. Если витамин А и В мен бірге ішсе, результат тез болады, жақсы болады. Ну, в любой случай, да, например, біз ауырамыз ғой, иә? Ауырғанымыз себебі қашан 25-тен асқаннан кейін, 35-тен асқаннан кейін, недельден кейін, сол кезде уже біз организм сырғыреді, мен ауырғанмын дейді, или давление болады, или буын сырқырайды, бас ауырады, сол кезде бастады. Но оған организм және келеді ғой, вот начинает, там, не знаю, 10, 15, 20 лет, және организмде өзгерістер бола береді. Ну, адам оны сезбейді, жеген тамағын жейді, жұмысын жасап, жүре береді. Ауыр өзгерістер болғаннан кейін, уже ауыр пайда болғаннан кейін, оны қалыпқа келтіруге тоже сондай уақыт керек. Хотя бы ең кемінде 1 жыл керек, ең кемінде 6 ай керек. Для того, чтобы стало лучше. Если бір витамин айбын алып, бір ай ішіп, или хотя бы антромолит бір ай ішіп, ойбай, менің буын ауырғанын қойған жоқ, олай болмайды. Бұл продукция, бұл обезболивающий емес, бұл анальгин емес, тонал емес бұлар. Бұлар, например, антибиотик, бұл клеткаларымызды бітеліп, мусорға толып, клеткаларымызды ішіндегі мусоры тазалап, жаңартып, орған қалыпқа келтіреді. Оған уақыт керек. Кімде қандай уақыт керек? Это организм біледі. Екі адам болса, даже екеуі диагноз болса, біреуін жақсартуы может быть там короткое время, да, за 1-3 месяца, а кому-то надо 6 месяцев или год. У кого как засорен организм, бесконечность клеток считает, он ішінде не нужен может и так далее. Сосын бізде мынау Марес Милк Премиум деген бар. Это тоже на английском, да, но қазақша это называется салон. Обещала салон, очень салон. Одан жеймін. Одан сіз 1 литр салмақ іше алмайсыз. Мына капсула, бір капсулада 1 литр салмақ барлығы. Литр салмақ, даже пол-литр салмақ выпить, у вас будет понос не слабость болады, әлсіздік болады, басқа нәрсе болады, әлсіздік болады. Мына жақта бір капсулада 1 литр салмақ барлығы, но бір капсула ішкен адам поносқа болады, басқа да болмайды. Біздің ата-бабаларымыз қымызбен туберкулезді емдеген. Негізі жылқыда не нәрсе бар, бәрі ем. Салмақ бізде Қазақстанда шығады, Қазақстанда Қарағанды облысында. Бірақ оның негелері немістер білмейді, біздің қазақ тілдерінде заводсыз, жылқыларын сатып, осы өнімді шығарып, өйткені түсіндіруші салмақ это жейді. Ол не істейді салмақ, оның құрамында триптофан деген нәрсе бар. Миды дамытуға. Это нужно для здоровья. Также есть клетки, которые плюс 40 времени. На всех температуры хронический бронхиальный астма, мании, бауыр тазартып, ультайлы шектің микрофлорасы. Можно его давать всем, начиная новогоднего поступления.
енді бізде зерттеулер бар, иә, саума мен ананың сүті составы бірдей. Ананың сүті на 90% сложно ответить. Почему его нужно понимать именно здесь? Балаға жалайтылған бала өзінің и плюс вот песня дамытатыныз. Пожалуйста, медоносный ребенок устал, часто болеющий ребенок устал. Съела мама деревьев. Мен немерем не совет болған кезде температура тек алды. Біз бәріміз диагонали поглядели новый баланс болу, бәріміз үйде мәкімақ тұрыстады. Уже все начали болеть, ешкімді емдеуге бәрі. Бірақ біз ешкім антибиотик ішкен жоқпыз. Аптекалар Қазақстанда сатылған жоқ. Аптекалар жаңағы противирусный беріп тұрып алған жоқ. Я просто взяла салман и начала всем давать. Взрослых по 2 капсулы, пятимесячный этот самый немерен 1 капсула ішмесін. Суға етіп ішкізді. 2 күн, 3 күн, 4 күн нормально. Вообще, нәрестелерге 3 жасқа дейін антибиотик беруге болмайды. Ни одному новорожденному до 2 лет нельзя отказывать. Если новорожденный или ребенок давно болит, надо лечить маму. Мамасының үйде и мамасының сүт арқылы нәрестелер емделеді. Если бывает, что мама не бывает малка, пожалуйста, сама говорит. Где немере ақында жұтайлық немересі үйден алыпқа реанимация түскен. Он маған айтпайды, бірақ реанимация уже видеть искусственное дыхание, уже она сама подписана в этой компании, она у бизнеса соседнего офиса, терапевтская детская компания. Славить Господа, оставить себя реанимацию жадать. Реанимация телефона, полового смотреть, нового важно провести. Лучше на шаг дай полдай или абсолютно. Я говорю, я симфонно сломалась, шажу к тому. Ищешь бизнес. Сначала помогала, я не помогала. Сколько раз в тот момент, это я говорю, где сломал там, он не смотрел, не важно, как на аппарате. Что мне говорится, доктора Кабель сделал, что пожалуйста, песни. И как у нас врачи все скидки, бомбай, только сюда. Я говорю, я честно солдат, покажу, каждый раз покажу сломал деревья. Сөйтіп, айтқанда я тренер забыл, через 2 недели, они его все, соны берген кейін, еще аппарат программа. Правда, на реанимацию зашла. Реанимация уже отделение ушла. И где-то через неделю я говорю, ребята, записывайте. Вот, пожалуйста, сломал. Енді 1 капсула ішмесі, алған кезде 1 капсуладың ішмесі зависимости береді. Үлкен кісілерге детелі ішмесі береді. Детелерге, например, новорожденныйға капсулы ашып, жар дайындайды. Она ничего не полезна. Если болит, берем ішмесі береді, ешқандай керегі. Ну, я говорю, могу. Шындай, Где-то давление сформировано, давление инфекции, витамин А и каждый маленький. Витамин А и Б, каждый маленький, это уже давление. Инфаркт, инсульт, там нарушение ритма, давление. Сомалда бауыр аурап пісетіне, өкпес аурап пісетіне, я это сломала, это находится. Витамин А и Б сломала, как
оларды ашып алмайды ғой. Екі капсула сломалась шея, а выше Гормон тоже обладает вирусным. А этот автоматический термин, знаешь, он может активироваться. Просто Первый попытка сломал ошибку, мы там опасны, только одну попытку она выпила. Основной онкология. Как там информация? Пищевое отравление за стеролизм. Ставки да, 17-летнего. Операция назначили, он все девушки кишки он все жарче было. Почему не Давайте. АИВ это любая киста это паразит, любая киста паразит. Или это вот пайда болған, или вирус или какой-то пайда болған киста, реально паразит. Просто так киста болмайды. Чаще всего это паразиты. Паразиттердің түрі көп. 3 миллион паразит бар. Оның аттарын білесіз. Немен ауыратқанды? Ол анализ тапсырсаң, шашын жетпейді, ол анализ тапсырсаң. Пожалуйста, витамин А, алда беріңдер. Жақсы болмаса жаман болады. Спирулина болады. Биохимия болмайды. Спирулина аз мөлшерде 1 литр таблеткамен болады. Бірақ не үшін беру керек? Это этот самый именно телетоксический захват. Если с албем 2 хватай гормоны. Есть гормоны 2. Это есть не золото, есть телетоксикоз, когда много гормонов и гипотериоз. И у них гормон говорят, хайсин гормон. Они витамин айбадан басталады. Любой нәрсені витамин айбадан басталады. Или на застой картины. Любой очищение. АИВ не застой картины. Я на практике убедил, что АИВ очищает чуть лучше, чем застой. Вторая карантина агрессивная, очистили. Агрессивнее, да, чем У меня был пациент, который был на шоковой инфлатории, да, выраженный застой желчный, и там были мелкие камни, да. Он пробил АИВ 1 месяц, только АИВ, и на следующий месяц он пришел на сон. Печень была чистая, и желчный чистый был. Камни уже начали растворяться. А у меня другой пациент недавно приходил, карантина не было, я ему дала застель и витамин. Вот он через месяц снял узину, у него такого результата не было. Может, у него было более запущенное стадия. Вот застой желчи меньше стал. Вот тихонько изменить еще осталось. еще надо. Ну да, теперь он АИВ надо. АИВ.
Ай, бұны кішкентай көзіне бересіз, енді арифметический арифметика тоже ай ойда бересіз. Сосын арифметикаға хлорелла. Чисто хлорелла болмайды, чисто арифметика болмайды, чисто арифметика. Ол арифметика, потому что у бронхиальной астмы, хронический бронхит, надо чистить толстый кишечник. Если толстый кишечник тазартса, то кишечник тазартса у астмада арифметика береді. Сізге бармасы пульмонол сізге гормон береді, антибиотик береді, противоаллергический береді. Бірақ ол кішечник тазартса, ол кішечник береді. Сосын арифметика астмасы жылсайын. Хлорелла düşürüyor. Ayvada хлорелла или ayvada но больше очищения идет хлорелла. Ладно, продолжайте давать. Давайте. Ayvada zasterine birleştiğinde енді қатты алса, жеңтидана обезболивающий ішкі параллельно. Ну, өзінің буға, дренчик, докторлар береді, назначение срок диклофенак, титанал, соларды салдырсын. Бірақ ұзақ ішіледі, мекемінде 6 ай ішіледі. Ой, айтым, это же не обезболивающий емес болды. Бұл организм назардан. Mas dá já bu bölüm protein процесс поломания чайдан бит можно. На втором уровне через 3 месяца. 100% выздоровления поломания. Удар ауса, коленный сустав. Надо чистить почки и печень. Это атеросклероз, артроз, артрит, это вторичный процесс. Первично поломать было. Это значит спаус, мозг, судан уже дальше. Биома важна на этом. Так один, а это и там один, а это просто область. Биома это доброкачественный. И там один, а это сам рак, биома не делает, гормональный женская голову готовит. Туда биома пойдет. Но именно нормализует гормоны. И хлорелла нормализует гормоны. Басқа результаты.
Тамарин айтты. енді мынау құрметті дәрігерлерге қандай күшті нәтижелерін еші керектігін айтты. Рахмет айтайын сізге. Барлық бүкіл ауылдарға көмектесіп жатыр десе мен артық айтпайтын боламын. Сондықтан сіздерге повезло, көмекке асықпағандарыңызға рахмет. Енді екінші бөлімі бізде осы ұйымды ішкеннен кейін не болды? Сол результатпен өтетін қандарды шығарамыз. Бөліммен айтылген мен өзім естідім. Мұндай екінші бөлім бөлімшілегенде сол мен негізі тұтынушыдан бизнес контактыдан басында маған осы менің тікелей өзімнің шақырған кісілерге қымбаттан болатын. Ол кісі менің осы жерге бизнес жасап шақырдым. Мен бақы сатып алып енді мен өзім ішкен керек емес. Иә, солай болып жүрген болатын, алла болатын керек. Осы бақты іздеп жүрмін. Тамарина мен бұны іздеп тауып өзім іштім. Сіздер енді жаңа артрит, осы витамин амен бұны сосын бізде қандай екенін артрамарин. Сол осы екеуін ішеміздер, оларда өте күшті көмектеседі. Сосын мен не қостым? Оған жоқ қостым. Жаңа қатты ауырып алған кезде, мысалы, осы қиналып алған кезде бар емес па? Йодты қосқандар ішесің. Именно оның бірақ йоды көп болуы керек. Кәдімгі ауырған жеріңді басып. Мен өзім сездім да. Бірақ даже мұрнымнан айналып кеткен бөлтіп ағам, ешқандай болмасын. Аптекада бәрі алып ішкен басқа жерінде. Сонда менің жаным қатты йодым кетті. Йод, даников йод. Соны ішкен кезде кәдімгі қояды. Сондықтан әр ол бірден жоғалмайды. Әуелі гематитке барлық емшігі бар дейді. Сондықтан бұл жерге келгеннен кейін өз қолымыз негізге байланысты әртүрлі алу керек бар. Біреуге қысқа мерзімде жазады, біреуге ұзақ мерзімде жазады. Сабыр етіп ішуді бастайды. Сосын суды ұмытпаңыз. Суды үнетіп сол осы ішкенге алла жақсы болып жатырмын. Бірақ мен жұмыстар деп айтпаймын, әлі ішемін. Өйткені ол артрит, артроз деген шығарып қалған болды да. Медицинада айтып жазылмайды, мен әжесін жүргенбісін, тіпті осы дәл кетпей қоямын. Құдайға шүкір, иә маған айтты, ол емдеп жүрсің, оны сегіз жарым көрдіңіздер ма? Сондықтан әр адам өзіңізге өзіңіз. Әр еріңіз. Сіздерді әлі құдайға шүкір мен тапқан жүрсіздер ғой, алдағы шүкір дәрігер. Сіздер батыр, ол эксперимент жасайын деп жатқан жоқпыз. Ол 1880 жылдан бастап Японияның деп ойламаңыздар, ол аллаға келген жұмыстар. Япондықтарға не беріп, шүкір Аллаға бізге жеткізгенін иә? Пауза держи.